Өт қабын алып тастағаннан кейін көп адамның көкейінде түрлі сұрақтар туындайды. Артық бір нәрсе жеп қойсам, ішім ауырып кете ме, ішке бу болады ма, асқазанда изжога болады ма деген уайым таныс па? Егер солай болса, бүгінгі әңгіме дәл сіз үшін. Қазір мен сізге ас қорытуды жеңілдететін ең маңызды қағидаларды түсіндіріп беремін. Бұрын сіздің өт қабыңыз жиналған өтті сақтап, тамақ жеген кезде оны бірден көп мөлшерде бөліп шығаратын. Әсіресе майлы, қуырылған тамақ жегенде. Ал қазір өт қабы жоқ, сондықтан өт бауырдан ішекке тамшылап, аз-аздан үздіксіз түсіп тұрады. Егер сіз кенеттен майлы тамақ жеп қойсаңыз, мысалы қуырылған картоп немесе тәтті торттың үлкен бөлігін жесеңіз, оны қорытуға өт жетпейді. Сол кезде ауырлық, кебу, іш өту немесе керісінше іш қату пайда болады. Тағы бір маңызды нәрсе, майлар дұрыс қорытылмаса, ағзаға керек дәрумендер де сіңбейді. А, Д, Е, К сияқты дәрумендері жетіспейтін болады. Сонда қалай дұрыс тамақтану керек? Ең бірінші тамақты бөліп жеу. Күніне 3-4 рет аз-аздан тамақтану керек. Операциядан кейін алғашқы уақытта 5-6 рет жеуге болады, бірақ кейін міндетті түрде 3-4 ретке көшу керек. Күні бойы аш жүріп, ешке көп жеу болмайды. 2-ақ рет тамақтану немесе ашығу сізге жарамайды. Ас аз-аздан болса, ас қорыту жүйесіне жеңіл болады, тамақ жақсы сіңеді. Екінші маңызды нәрсе тамақ құрамы. Тамақта бәрі болуы керек: ақуыз, май, көмірсу. Ақуыздың ең жақсы көздері тауық, күрке тауық еттері, балық және жұмыртқа. Қызыл етті де толық алып тастауға болмайды, өйткені оның құрамында ағзаға қажет темір бар, бірақ оны жиі емес, мөлшермен тұтынған дұрыс. Көмірсуларды дәнді дақылдардан алған дұрыс: гречка, қоңыр күріш, яғни бури, рис, сұлы, тары, арпа. Ал көкөністер өте маңызды. Бірақ алғашқы айларда шикі емес, піскен күйінде жеген дұрыс. Себебі шикі талшыр ішекті тітіркендіреді. Кейін біртіндеп үйреніп, шикі көкөністерді де қосуға болады. Жемістерге де сол ереже: басында пісіріп жеген жақсы, мысалы пеште піскен алма. Ал бананға келсек, толық піскеннен гөрі сәл шикі банан пайдалырақ. Ол ішектегі жақсы бактерияларға қорек болады. Егер қандайда бір тағамнан кейін ішіңіз кебетін болса, ағзаңызға көмектесу керек. Кейде арнайы ферменттер көмектеседі, олар тағамды жеңіл қорытуға көмектеседі. Енді ең маңызды сұрақ: не жеуге болмайды? Майлы, қуырылған тағамдар болмайды. Майонез, фастфуд, қатты қуырылған тағамдар бәрі ауыр. Ащы тағамдарды әзірге қажет емес, өйткені олар ішекті тітіркендіреді. Шұжық, ысталған өнімдер, консервілер мүмкіндігінше мүлде алып тастаңыз. Себебі олардың құрамында көп химия бар, ал ол ішектегі пайдалы бактерияларды жояды. Бұл ас қорытуға тікелей әсер етеді. Енді май туралы. Майды мүлде тастауға болмайды. Керісінше, дұрыс майлар керек. Ең жақсысы зәйтүн майы. Оны күнделікті аз мөлшерде қолдануға болады. Ал жануар майларын, сары май сияқты, өте аз мөлшерде ғана қолдану керек. Тағы бір кішкентай, бірақ өте пайдалы әдет бар. Тамақтан 5-10 минут бұрын жылы су ішіңіз. Лимон немесе имбир қосуға болады. Бұл өттің бөлінуіне көмектеседі және ас қорытуды жақсартады. Ал енді ең маңызды кеңес. Өт қабы алынғаннан кейін ең үлкен қателік аш жүру. 4 сағаттан артық тамақ ішпей жүруге болмайды. Себебі өт тоқтап қоюлана бастайды. Соның салдарынан өт жолдарында тас түзілу қаупі артады. Егер дәл сол сәтте тамақ жегіңіз келмесе, жай ғана жылы су ішіңіз. Тіпті термосқа салып күні бойы аз-аздан ішіп жүрген жақсы. Жылы су өт жолдарын босаңсытады, өттің тоқтап қалмауына көмектеседі. Жылы су ішудің өттің ағымына қалай әсер ететінін толығырақ білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіз, соңында сілтеме болады. Сондықтан ең бастысы қорықпау. Өт қабы жоқ болса да толыққанды, жайлы өмір сүруге болады. Тек ағзаңызды түсініп, дұрыс тамақтануды үйрену керек. Көп көрермен доктор Берік арнасын жазылусыз көреді. Ал жазылу дәл осындай пайдалы, шынайы, қазақша медициналық ақпараттың жалғасуына көмектеседі. Егер сізге бұл ақпарат пайдалы болса, дәл қазір арнаға жазылып, видеоны жақындарыңызға жіберіңіз. Мүмкін дәл осы ақпарат бір адамның денсаулығын сақтауға көмектесер.
Сізбен бірге доктор Берік, қазақша түсіндіретін виртуалды денсаулық кеңесшісі. Берік болыңыз, бірге болыңыз.